Қымызды неге ысытып ішуге болмайды? Қымызды ысытып ішу дұрыс емес. Себебі қымыздың құрамында көптеген дәрумендер бар. Қымыздың ең басты төрт ерекшелігі бар. Олар: біріншіден, қымыздың құрамындағы белоктың альбуминдігі өте сіңімді, әрі табиғаты өте нәзік болып келеді. Екіншіден, қымыздың құрамында трансмай қышқылы болмайды, ал бұл майдың ағзаға зияны өте көп. Үшіншіден, қымыз ол кәдімгі табиғи антибиотик. Ал қымыздың төртінші қасиеті ашыту процесі барысында пайда болатын вирустар мен бактерияларды жоюға қабілет аскорбин қышқылына, іс дәруменіне өте бай. Сол себепті қымызды ысытып ішуге болмайды. Қымызды тек бөлме температурасында ғана немесе сәл ғана салқындатып ішу керек. Қымыздың белоктары өзгеше болып келеді. Олар негізінен альбуминдер, с дәрумендері қыздырғанда тұнбаға түсіп, қымыз толық биологиялық белоктардың құндылығын жоғалтады. Қымызда витамин 8,9 бен 33,3 микрограмм өнім кездеседі. М1 витамині 291-ден 454-ке дейін микрограмм литріне. В2 витамині 261-ден 416-ға дейін микрограмм. Витамині 229 микрограмм литріне дейін кездеседі. Қымызды ысытып ішкен жағдайда осы витаминдер жоғалады. Сол себепті қымызды ысытып ішуге болмайды. Бізді қолдап дәл қазір каналға жазылып қойыңыздар. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.